Көзі басы іріңдеп, буындары дірілдеп, жүре алмады болып қор, орта жолда зарлайды, қайырылып қобылан бармайды. Мен Алматы қаласы Алатау ауданы нөмір 152 мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысымын. Аты жөнім Елеу Мөлдір. Қобыланды Алпамыс батыр жырларын жаттау маған ең алдымен өзімнің болашақта таңдайтын мамандығыма үлкен септігін тигізді. Қобыланды батыр жырында Қобыланды батырдың батырлығы, құртқаның ақылдылығы және қарлыға қыздың тапқырлығы ұнады. Және біз осындай Қобыланды Алпамыс батыр жырларын жаттау арқылы ең алдымен өзіміздің тарихымызды білетін боламыз. Осы жырды жатқа оқу барысында балаға берер пайдасы өте ұшан теңіз. Бала бұл жерде патриоттық сезім оянады ең алдыменен. Онан кейін балада батырлыққа құштарлық, елін сүюге, отанын қорғауға деген құштарлық сезім пайда болады. Сахнаға шығып, жұрттың алдында өзін-өзі еркін ұстау, өлеңді мәнерлеп оқуы, өлеңге деген құштарлығы, батырларын жаттауға құштарлығы оянды. Жалпы ол Мөлдір өзі де жақсы оқитын бала, тіл байлығы да кішкене дамыды. Алатаудың